және қай қызметте жұмыс істейсіз? Есімім Жанатбек, мен оңтүстік полиция бөлімінде учаскелік инспектор лауазымында қызмет атқарамын. Полиция болуды таңдадыңыз? Мен бала кезден өзім погон кием деп мақсат қойғам. Енді өмірдің солай қалыптасқаны бойынша мен полиция қызметкері болдым. Сол себепті полицияны таңдадым. Сіздің жұмысыңызда күнде не істейсіз? Біз 102 арнасынан түскен шағымдарды қабылдап, сол 102-ге хабарласқан кісілердің бәріне өз көмегімізді тигіземіз. Полиция адамдарға қалай көмектеседі? Полиция адамдарға әртүрлі жағдайларда көмектеседі. Кейбір жағдайларда сотқа жібереді, кейбір жағдайда жай сөйлесіп, солай сұрақтарды шешеміз. Жұмысыңыз қиын ба? Әр жұмыстың қиыны бар, бірақ басқаларға ол қиын сияқты көрінсе де, бізге үйренгендіктен ол жеңіл болады. Полиция болу үшін қандай қасиеттер керек? Полиция болу үшін ең бастысы денсаулық, білім және де адамға көмектесем деген ілтипатым болу керек. Балаларға көмектесесіз бе? Қалай? Балаларға көмектесеміз. Біз мектептерге, колледждарға барып, олармен әңгімелесеміз, буллинг болмағандай, және де олар тәртіп сақтағандай. Кей кездерде бағдаршамның жанында өтуге көмектесеміз. Жұмыстың қай жағы сізге ұнайды? Жұмыстың маған ұнайтын жағы ол менің адамға деген бір пайдамды тигізе алатындығым, және де қол ұшын бере алатындығым. Себебі біздің қызметте ең бастысы ол адамға қол ұшын тигізу. Қандай тілек айтасыз? Балаларға енді айтатын тәртіпті сақтаңдар, және де білім алыңдар, жақсы білім. Ертең өскенде бір маман егері болып, биік белестен көріну үшін. Сұхбатыңызға рахмет.